Ассалаумағалейкумдер. Бүгін бізде Lada Largus автокөлігі Priora Vesta мотордың 129 қозғалтқыш. Осы көлікті Euro 2 прошивке өткізген болатынбыз. Көлікте катализатор болмағасын және Euro 5 стандарт болғасын. Көлік дұрыс жүрмей іркілдеп, екіншісі скоростқа салған кезде тюк кететін бұл. Қазір прошивка жасағаннан кейін жақсы болды дейді. Қазір иесінен сұрап көрейік, сұхбаты қалай екенін көреміз. Как она после прошивки? Вообще другой автомобиль. Чувствуется сразу прилив мощности, отзывчивость на педаль электронную. Ну и едет она. Ну, короче, уже результат ясен, да, тебе? Да, сразу на глаз видно, особенно по ощущениям, автомобиль едет намного легче. Осылай міне иесінің айтуы бойынша көлік жақсы болды дейді. Енді бұйырса газға барып автокалибровка жасағасын, одан да жақсы жүріп кетуі мүмкін көлік. Осылай міне Largus автокөлігінің Euro 2 істегенбіз. Бұл бізде жаңа айтқандай Vesta мотор, Renault мотор ертеңге бір көлік бар. Соны жасағаннан кейін Renault жайлы бір сұхбат сұрап білетін боламыз.